Мемлекеттік қызмет істер агенттігінің бастамасымен мемлекеттік қызметкерлер экономиканың түрлі саласында тәжірибеден өтті. Бұл өз кезегінде тәжірибе алмасуға, сонымен қатар мемлекеттік қызметтердің сапалы көрсетілуіне сеп болмақ. Биылғы жылы мемлекеттік сектор бойынша қызметкерлер облыстың индустриалдық инновациялық және жолаушылар тасымалы басқармасына жіберілді. Тағылымдамадан өтіп жатқан жастарға қарай бізде ат басын арнайы бұрдық. Манарбек Қуанұлы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бас маманы. Ол Сапаржай Павлодар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бір апталық тағылымдамадан өткен. Айтуынша аталмыш тәжірибе көпті үйреткен. Манарбекке тек тағылымдамадан өту ғана емес, сондай-ақ жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын бақылау міндеті де жүктелген. Бұл тағылымдаманың барысында менің көрген білгенім, өзіме алған пайдам өте көп. Оның ішінде бұл бекітілген бағыттардың және бекітілген сызбаларға сәйкес, сол кестелерге сәйкес бағыттардың орындалу барысымен барлығымен жақсылап танысып шықтым. Сапаржай Павлодар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі автобус станциясының жұмысын ұйымдастырумен айналысады. Қазіргі таңда жолаушылар тасымалы саласындағы экономикалық қызмет ел экономикасының дамуына оң әсерін тигізуде. Мұндағы әр қызметкер өз жұмыстарына тиянақты қарайды. Көрсетілетін қызмет сапасы да жақсы. Сапаржайдың ішкі құрылымы да ерекше. Себебі зағип жандарға арналған жүру жолағы бар. Сонымен қатар белгілі бір санаттағы мүгедектерге арнайы қызмет көрсетуде қарастырылған. Бірінші кезекте бұл жерде мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдайы өте жақсы жасалған. Басқа вокзалдармен салыстырған кезде, автовокзалдармен бұл жердегі жаңағы мүгедектерге арналған жағдайдың деңгейі өте жоғары. Бұл жерде арнайы пандустар, арнайы билеттеу жүйесі ол кісілерге арналған. Және осы вокзалдың қызметкерлерінің өзі мүгедек жандарға деген жаңағы арнайы дайындалған. Ол кісілерді отырғызып және күтіп алу мәселелері жақсы қолға алынған екен. Ал облыстық индустриялық инновациялық даму басқармасының сыртқы экономикалық байланыстар жөніндегі бас маманы Айнұр Шамкенова Павлодар арнайы экономикалық аймағы акционерлік қоғамына жіберілген. Тәжірибе барысында аталмыш кәсіпорынның құрылымымен және жетекші компания қызметтерімен танысқан. Я была направлена. Мен инвесторларды тарту департаменті Павлодар облыстық арнайы экономикалық аймағында тәжірибеден өттім. Мен үшін бұл бір апталық курс сәтті болды. Көп дүние үйрендім, әсіресе бұл ортаның атмосферасы керемет екен. Бұл жердегі қызметкерлермен де тығыз байланыс орнаттым. Бір апталық курстың негізгі мақсаты білікті мамандармен тәжірибе алмасу және оны жұмыс барысында қолдану. Биылғы жылы 94 мемлекеттік қызметкер тағылымдамадан өтуге жіберілген. Оның 35% өз бағыттар бойынша өткен. Зұлқарнайыр Мұратұлы, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.